Қымбатты достар, бүгін дәмді әрі тез, ашытқы қоспай тоқаштар дайындаймыз. Ұнды еліктен өткізіп алып, оған қант, тұз және қопсытқыш салып араластырамыз. Қаймақ, жұмыртқа қосып қамырды илейміз. Қолға аздап жабысып тұрса, болар-болмас ұн қосуға да болады. Қамырды мүмкіндігінше 1/12 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып, домалақ шар тәрізді жаямыз. Қамырдың бетін шамалы сулап аламыз және мак салынған тарелканың үстіне қойып, бір бетін жабыстырып аламыз. Төртке бүктеп, бұрышынан ортасына қарай ұзынша кесінді жасаймыз. Гүл тәрізді фигура жасаймыз. Қамырдың екінші бөлігінде, дәл бірінші бөлігінде етіп жайып, ортасына өсімдік майы, аскөк пен сарымсақ қосылған қоспаны саламыз. Қамырды жиегінен бастап толық орап шығамыз. Ортасынан кесінді жасап, өз қалауыңызша фигура жасайсыз. Менде жүрек тәрізді болып шықты. Тоқаштың бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут қойып пісіріп аламыз. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің парақшама жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да жазылыңыз, астына ссылка қалдырамын.